кәсіподақ ол ерекше мәселе, себебі неден басталды? Мен сол түрмеде түскенде мен бірнеше дәрігерлерді көрдім камерада, түрмеде. Неге отырсыңдар деп. Хирург, біз сол трансплантация бойынша отырмыз. Сонда мен ойладым, мен ладно, біз чиновниктерміз, бізді ұстайды да түрмеге келеді, сотқа дейін біз күтеміз сол жерде. Бірақ мынау дәрігерлер неменеге түрмеде отырды? Олар біреуді өлтірген жоқ қой. Мемлекеттен қашып кетпейді. Күнделікте адамның жанын сақтап жүрген азаматтар, олар жіберу керек. Олар ертең жұмысқа барып жұмыс істеу керек, болмаса консультацияда отыру керек. Содан бірнеше ойлар шықты. Одан кейін 2,5 жылдың соттың ішінде талай қолдау болғаннан кейін мен енді өзім ойым солай болды. Мынау ертең мынау бәрі бітеді, бір танып жоғалып кетті деген жағдай болмау үшін мен сол өзімнің салаға, өзімнің әріптестеріме алғыс білдіріп, бірінші